Сәлем қыздар, сіздермен бүгін осындай керемет пирог жасаймыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды шағамыз. Тартылған шекерімізді қосып, ақ көбік болғанша миксермен араластырамыз. Біздің мына жұмыртқа 2 есе ұлғайып, аппақ көбік болу керек. Міне менде дайын болып қалды, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осының үстіне йогуртымызға сұйық майымызды қосып, йогурт болмаса айран бола береді. Айран қышқыл болмау керек. Ал енді йогурт пен майымызды сместің үстіне қосамыз. Кейін миксермен араластырамыз. Өлшеніп алған ұнымыздың үстіне қопсытқышты қосып, сместің үстіне қосамыз. Миксермен жақсылап араластырып, ешқандай түйінсіз араластырамыз. Міне менің қамырым дайын болды. Қатты сұйық емес, қатты қою да емес, ешқандай түйінсіз. Ал енді формамызды дайындайық. Пергамент қағазын төсеп, смесімізді толыққанды құямыз. Пирогымыздың беті теп-тегіс шығу үшін осылай кішкене сілкіп жібереміз. Сонда қамыр барлық жеріне жетеді. Енді салқын пешімізге салып, пирогты кейін барып қосамыз. Яғни бұрын қызып тұрған пешке салатын болсақ пирогты, бұл пирогты салқын пешке саламыз. Пешіміздің градусы 150 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп болған соң осылай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз, ортасы піскен піспегенін. Толыққанды суығаннан кейін формадан шешеміз. Бетін әртүрлі нәрсемен сәндеуге болады. Өз қалауларыңыз бойынша менде сгущенка, какао, кокосовый с ручками сәндедім. Сіздермен болған Жанерке, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Толық рецепттің барлығын видеоның астына жазып кетемін. Ас болсын!